Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Видеоны қарамас бұрын маған тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында донер жасайтын боламыз. Керек заттарымызды дайындап аламыз. Мен фриімді қуырып алдым. Одан кейін окорашкамызды қайнатып аламыз. Менде 2 окорашка. Помидор, қиярымызды турап аламыз. Ұзынша қылып тураймыз. Мен осылай дайындап қойдым, барлығын турап. Менде дайын лаваштың қамыры. Ендігі видеоларда сіздерге лаваштың қамыры қалай дайындалатынын үй жағдайындағы видеосын салатын боламын. Осылай ортасына салып орайтын боламыз. Майонез кетчупымызды жағамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ортасына пияз салсаңыздар да болады. Бізде пиязды балалар жақсы көре бермейді. Сондықтан мен салмадым. Осылай табада екі бетін қызартып аламыз. Болмаса, барлығын әсерпешке салып, беті қызарғанша ұстаймыз. Осындай қытырлақ донер дайын болады. Ас болсын, сіздермен болған салтанат.